Барлығына сәлем, сіздермен Дана. Бүгінгі видеода сіздерге қазіргі трендтегі кофточканы тігіп көрсететін боламын. Ең оңай әдісті көрсететін боламын. Бізге көп емес, аз ғана өлшемдер қажет болады. Соны сразу матамызды екі қабаттап сызатын боламыз. Матамызды осылай екі қабаттап алғаннан кейін біздің кеудеміздің ең шығыңғы жері обхват груди 2 деген, мысалы 88-ді 4-ке бөлгенде 22 плюс кеңдікке свободаға 10 см қосамыз. Сол кезде бізде 32 см болды. Осылай горизонтально түзу сызық сызамыз, ол бізде мойын бөлігі. Одан кейін мойын бөлігінен астынан қарай длина талии спины біздің белімізге дейінгі ұзындық. Мойнымыздың басталған жерінен ол стандарт бойынша 42-40 см, 42 см белгіледім. Сонымен астына түстім. Одан кейін ВПРЗ дегеніміз біздің высота проймы сзади деген, ол біздің қолтық ойындымыз. Стандарт бойынша 20 см түсіп, қазір сол 20 см жерден белгілеп алып, біздің бағанағы кеуде айналымынан шыққан өлшемді 32 см белгілеп аламыз. Мойында стандарт бойынша 9 см етіп белгілейміз. Сол түзу сызықтың бойында, одан кейін түзу сызықтан астына қарай 2 см түсіп, мойын ойындысын сызып аламыз. Бұл бізде артқы бөлігі. Одан кейін иықтың ұзындығы 12 см стандарт бойынша. Кейін асты жағынан тағы 2 см астына түсіп, қиғаш иығымыздың сызығын сызып аламыз. Одан кейін астына қарай түзу сызық етіп түсіп, біздің кеуде айналымы біткен жерден біздің қазір қолтық ойындымызды сызып шығаратын боламыз. Талияға дейінгі сызықта бұл жерде ешқандай выточка қажет болмағандықтан, сәл кеңірек болсын деп трапеция күйінде талияға дейін сызып алдым. Одан кейін біз кофтамызды осылай сызылған бөліктерін кесіп алатын боламыз. Енді біз кофточкамыздың алдыңғы бөлігін жасау үшін матамызды екі қабаттап қойып, артқы қиылған бөлігімізді матаның үстіне түзу етіп қойып, осы бойынша қазір сызып қиып алатын боламыз. Иығымыздың мойын жақ бөлігінен 1 см жоғарыға қаратамыз. Бұл бізде алдыңғы бөлігі баланс үшін. Одан кейін мойын ойындымызды төмен қарай 10 см-дей түсеміз. Бірінші осылай қиып аламыз қайталап. Кейіннен біз қолтық ойындысынан, мойын ойындысынан кесіп алып тастайтын боламыз қажеттіні. Алдыңғы бөлігі қолтық ойындысы қазір видеодағыдай ойыңқырақ етіп бөлінетін болады. Бізде кофточкамыздың алды завязка мен баумен болғандықтан 1 см артық қалдыратын боламыз. Мойын ойындымызды да қазір кесіп аламыз. Одан кейін біздің алдыңғы бөлігіміздің қолтық ойындысын осылай кішкене тереңірек етіп 1,5 см-дей тереңірек етіп ойып аламыз. Алдыңғы бөлігіне біз бау жасайғандықтан, қазір бізге бауларымыз қай жерлерде болады, соған насечки жасап аламыз. Бұның арасы мен көзбен жасап жатырмын, сіздер линейкамен белгілеп, борымен жасап алсаңыздар болады. Одан кейін біз кофтамыздың артқы алдыңғы бөліктерін тігістерін жасыру үшін матамызды екі қабаттап қойып, тура соны қайталап сызып кесіп аламыз. Бұл бізде аптачка деп аталады. Осылай аптачкамызды дайындап аламыз. Аптачкамыз алдыңғы бөлігі, артқы бөлігі бөлек кесіліп алады. Тура жаңа кофточкамыздың формасын қайталап, одан кейін оны иық тігісінде дәл солай бір-бірімен тігіп жалғап аламыз. Үтіктеп, одан кейін оверлокпен шетін тігіп шығатын боламыз дайындап. Кофтамыздың алдындағы бауына ұзындығы 30 см, ені 4 см етіп, осындай 4 полоска кесіп алатын боламыз. Матамызды қабаттап, осыларды қазір бір-біріне бүктеп қаратып 1 см етіп тігіп шығатын боламыз. Бірінші біз кофтамыздың екі алдыңғы артқы бөліктерін, жан тігістерін қосып оверлоктап алдық. Одан кейін насечки жасаған жерлерімізге бауларымызды тігіп шықтым. Аптачкасында дайындап алдым, уже оверлоктап бір-біріне қосып алдым. Ең соңында иық тігісін қосқаннан кейін осылай қойып қайталап тігіп шығатын боламын.
Қазір енді бізге рукавасын жасау үшін осындай қолтық ойындысын сантиметрмен өлшеп шығамыз. Менде 57 сантиметр болды. Оны 3 бөлікке бөлгенде 19 сантиметр шығады. Бұл бізде высота аката болып саналады. Осы бойынша қазір сіздерге жеңді қалай жасауды көрсететін боламын. Апхват ру қолымыздың ең толық жерінен өлшегенде 30 сантиметр плюс 10 сантиметр, свободаға 40 сантиметр болып саналады. Высота аката дегеніміз үстіндегі нүктеден астына қарай 19-ды сызып алдым. Сол 19 біткен жерден екі жаққа біздің қолымыздың толықтығы 40 сантиметр болғандықтан 20-20 етіп екі жаққа сызып аламын. Одан кейін осы о бөлігінен екі жаққа қарай үшбұрышты етіп кесіп алып, сол үшбұрыштыны екіге бөліп, одан кейін қолымыздың формасын жасайтын боламын. 1 сантиметр ішке қарай, 1 сантиметр төбеге қарай шығатын боламыз. Алдыңғы бөлігінде 1,5 сантиметрдей шығып, алдыңғы бөлігі кішкене ойыңқырақ болады рукавасының. Осылай қолын кесіп аламыз. Әрине әртүрлі әдістері бар жең жасаудың. Оны интернеттен өздеріңіз ютубтан қарасаңыздар болады. Мен соның ең оңай тәсілін жасадым. Қазір бұл жеңіміз кішкене складка, фонарик кеңірек болу үшін осылай 4 бөлікке бөліп, басқа қағазға жабыстырып алып, қолымызды осылай модельдедік. Мен кішкентай форматта сіздерге көрсеттім. Оны үлкен форматта жасап, матаға 2 қабаттап қойып, жеңімізді де кесіп аламыз. Қазір бізде иық тігісін қосып, оверлоктап алғаннан кейін, жеңімізді де қосып тігіп алып, оверлоктап кейін қолтық ойындымызға отырғызатын боламыз. Мен ешқандай сборка жасамай, складка жасадым. Одан кейінгі кез біз авточкамызды қосып тігіп алдық. Кофточкамызды қойып, астыңғы бөлігін өлшедім. 2 қабаттап өлшегенде менде 68 сантиметр болды. Мен қалған матадан осылай 2 қабаттап қойып, ұзындығы 20 сантиметр етіп осылай белгілеп кесіп алдым. Бұл бізге астымызға балан болып түсу үшін кофтаның астыңғы бөлігі. Кофтаның ұзындығы 2 қабатталған күйінде 68 сантиметр болса, оған 2 қабаттап матаны қойып, 1,5-ға көбейтіп, сол өлшемді жазсақ болады. Бірақ менде мата көп болмағандықтан, мен осылай 2 бөлік матаны кесіп алдым. Бір-бірімен ортасынан французский шов арқылы қостым. Просто тігіс тігіп, оверлокпен жасасаңыздар да болады. Одан кейін матамызды екі жанын 1 сантиметрден 2 қабаттап қайырып тігіп алдым. Кейіннен астыңғы бөлігінде дәл солай 0,5 сантиметр қосып, бір-біріне 2 қабаттап осылай тігіп шығып жатырмын. Кофтаның етегін осылай обработка жасап шыққаннан кейін, бізде дайын болған күйінде осы матаның келесі бөлігіне тігістің ширинасын 5 етіп қойып, сборка жасайтын тігіс жасап шығамын. Содан кішкене матамызды сборка жасаймын. Одан кейін кофтамызға дәл артқы бөлігіне центрін қойып, сборка жасап, кофтамыздың бөлігіне тігіп шығатын боламын. Тігілген бөлікті оверлоктап аламын. Міне менде кофтаның астыңғы бөлігі кофтаға жалған тігіліп оверлокталды. Енді осыны төбеге қаратып 0,1-0,2 мм көлемінде бастырып тігіп шығатын боламыз. Міне менде кофта дайын болды. Бұны қалай киеміз десеңіздер, ішінен майка киіп кисеңіздер болады. Өте әдемі көрінеді. Жеңінің астын 1,5 сантиметрге қайырып резина тіктім. Сіздерге ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.